Қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен құймақтан жасалған шоколадты торттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен құймаққа қажетті заттар: 4 жұмыртқаны жарып, оның үстіне 5 ас қасық қантты қосып жақсылап миксерлеп аламыз. 500 грамм сүтімізді қосамыз, 200 грамм ұн, 3 ас қасық какао және 2 шай қасық өсімдік майын қосып, жақсылап миксерлеп дайындап алғаннан кейін құймағымызды пісіріп аламыз.